көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайға алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстазды қылған жалықпас, үйретуден балаға. Не туралы өзіңізде қалай ойлайсыңдар, не айтып болады? Сол туралы. Жалпы Абайдың күшті сөздері бар ғой, иә? Может, қосасыңдар ма, тақпақты ма, білесіңдер ма? Иә, болады ғой солай. Балалар. Өмірде жетістікке жету үшін не істеу керек? Балалар. Сұрақтар білеміз, иә? Сіздер барлықтарыңыз колледжға не үшін келдіңіздер? Оқу үшін. Оқу үшін белгілі бір маман иесі болу үшін, иә? Енді қазір бірінші курста не оқып жатырмыз? Жалпы білім беретін пәндерді оқып жатырмыз. Енді сіздер қараңдар, химия, физика, биология деген сабақтар жасайсыздар. Математика. Сіздерге қиындық туғыза ма оқыған кезде? Кейбір кезде, иә? Бірақ оны танытайын. Не үшін біз бұл пәндерді оқып жатырмыз, иә? Біз ғашамыз ғой, біз радиоэлектротехникпіз ғой, не себепті оқып жатырмық деген сұрақ. Я олар әртүрлі сөзді шығарады ғой. Не үшін бізге неге химия керек? Немесе биология, біздің мамандығымыз қандай? Дизайнерлер, немесе рэп деп, не үшін оқып жүрміз деп, мектепте оқыдық, деп. Сол үшін қазір көрсетеміз, иә? Алдағы таңда. Ең бірінші сұраққа, сіздің мамандығыңыз дамуына ғылым қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыз? Мына дөңгелек үстелде отырған адамдардың жауаптарына назар аударайық, иә? Бізде мамандықтарыңыз бойынша ұстаздар отыр, оқытушылар болса, сіздердің ойларыңызды тыңдайды, өзінің ойын бөліседі. Сол себепті біраз ойланып. Ғылым. Қалай ойлайсыздар? Ғылым деген химия, физика, математика, география, оның барлық ғылымға жатады. Біздің әрбір материалдардың қандай составтан тұратынын білу үшін Біз негізінен техник дизайнер бұл технический мамандық қой. Сондықтан бізге физика, математика көп ықпал етеді. Себебі біз осындай ғимараттарды жасаймыз, осындай ғимарат қолап қалмас үшін бізге физика, математика, расчет анау керек қой. Ал химия керек па? Керек. Себебі бізде осындай ғимарат ландшафтта тұрады, ал ландшафт үшін біз ландшафтың құрылысын білу үшін біз химия және биологияны оқуымыз қажетпіз. Физика мен химияға байланысты. Мысалы, кремний арқылы біз қазір әртүрлі микросхема, процессор құрып жатырмыз. Процессор микросхемалар тең қарай кішкентай болса, бұлар тезірек жұмыс істейді, мысалы. Farklı informasiya tezdirib verilirdi. Және informasiya берілген жаңа түрлерін ашулары мүмкін. Келесі қатысы бар деп ойлаймын. Себебі біз де осындай шектеу шамалар жасаймыз және ғимараттарды құрастырамыз. Инженерлер болса, мысалы дәулет ғарыштық индустриясы. Сіздер біреумен кездескенде де, біреумен сөйлескенде де не болу керек сіздерге? Бірге әңгімелесу үшін ортақ Тема. Тақырып. Көзқарастары зерттеп Содан кейін сіздер көмектестір ма? Мұғалімдердің тарапынан жаңағы белгілі бір кітаптың оқығанда авторымен кездесулер ұйымдастыру болса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені қызығушылық одан самайын артады. Сосын жаңағыдай Инстаграмда немесе ТикТокта роликтер ұйымдастырса, сол тақырыпқа байланысты, сол арқылы да біздің студенттердің қызығушылығын біз арттыра аламыз. Қазіргі таңда қызықты, мектептің оқуындағы скучный емес, қызықты кітаптармен таныстырамын. Алдағы уақытта сіздерге қызық болса, соларды алып, интернет желісінде толып тұр, ашып, оқысаңыздар болады. Ең бірінші, екі автормен таныстырамыз. Химия саласында Илья Лейенсон деген қызықты химиялық саласын оңай күнделікті өмірде қолдану іспен түсіндірген кітаптардың авторы, ресейлік химик, педагог және ғылыми тану әдебиетінің авторы. Естігендеріңіз бар ма?
Жаңа айттым, ол химияны қарапайым әрі қызықты түрде түсіндірумен танымал және де ғылымға қызығушылық танытуға арналған еңбектері көп. Ең танымал еңбектерін ұсындым. Язык химии, этимология химических названий. Екінші занимательная химия для детей и взрослых. 4 дамы и молодой человек в вакууме. Нестандартные задачи обо всем на свете. Ернар айтып кетті, орысша кітап ой апай қалай оқимыз. Әртүрлі түрде оқысаңыздар, ол алдағы уақытта сіздің өздеріңізге қажет болады. Айгайын деп айтам, қазір физик, космолог, ғалым, жазушы болып келеді. Оның жалпы жеткен жетістіктері Стивен Хокинг ол қара құрдымда радиация шығаратынын дәлелдеді және ол дәлелдеген процесіміз бізде Хокинг радиациясы деп аталып келеді. Әлі де бар ол ғаламның пайда болуын тек кванттық механика және де жалпы қарапайым теориялармен түсіндірген. Хокинг ғылымды қарапайым тілмен түсіндіру арқылы өз-өзін елге танымал еткен. Оның ең танымал еңбегі «Краткая история времени» деген еңбек болып табылады. Онда ол ғаламның табиғаты түрлері барлық қиын күрделі процестерді өзінің тілімен барлық адам түсінетіндей қылып жеткізген болатын. Және өмірлік ұраны адам мүмкіндіктерінің шегі жоқ, тек қана талпыныстармен тек қана батылдықпен талпыныс керек деп айтқан. Егер де бір мақсатқа жететін болсаңыз, сізге тек қана өзіңізге деген сенімділік, талпыныс қана қажет. Басқа ала алмайтын, жете алмайтын шын жоқ деп айтады ғой. Сендерге де осындай ұранды ұсынғым келеді. Өздерінің алдыға қойған мақсаттарына сүрінбей жетулеріне тілектеспін. Және тағы да басқа кітаптар бар. «Краткая история времени» басқа «Краткие ответы на большие вопросы», «Черные дыры и молодые вселенные» и «Высший замысел». Сендер айтасыңдар ғой, орыс тілінде неге оқимыз деп. Қазір білесіңдер ба, сендерді егер де қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін бірге меңгеріп, бірге меңгерген маман болсаңдар, сендердің барлық жерге жұмыс бар. Қайда бармасаңдар да, мен орысша, ағылшынша, қазақша сайрап сөйлеймін деп айтсаңдар, сендердің барлық жерге жұмыс бар. Бірінші, ең керек нәрсе сендердің бойларында қазіргі мамандыққа сол үш тілде сөйлеу. Мына жерде қарасам, мына жерде қазақша айтады, тану білемін, сендердің мамандықта сондай пән болады. Сол үшін де сондай кітапты пайдалану болады. Мына жерде әртүрлі суретшілерді туралы, өмір туралы жазылып тұр, қарау болады, суреттер қандай деп, сол туралы қарау болады. Проектирование интерьеров деп ең бірінші сендердің мамандық құрылыспен байланыс, сендердің барлығыңыз дизайнда құрылыспен байланыс болып жүр ғой. Сол үшін деп мына жерде өте қызық нәрселер деп жазылып тұр. Сол үшін деп жай жүрмей мына жерге келіп оқып қарауға болады. Түсіндіңдер ме балалар дизайнерлер? Сол үшін деп сендерге рэп туралы мына жерде сендердің көрмеде мына жерде айтып болады. Қараңдар, мына жерде ең бірінші сендердің пәні қандай, физика деп. Сол үшін деп сендер инженер алдында инженер болып шығасыңдар ғой. Сол туралы мына жерде әртүрлі деп жазылып тұр. Космос туралы, төртінші промышленная революция деп жазылып тұр. Мына жерде кітап бар. Сосын математиканың қызық нәрселер деп жазылып тұр. Мына жерде живая математика деп мынандай кітап бар. Қараңдар, тоже оқу болады. Тағы да не математические прогулки деп тесттері қызық нәрселер. Мыслительное карате деп ол не деген карате біз ойлап тұрмыз, ол не спорт деп, ана жерде қызық нәрсені, нені математическое деп карате, қызық нәрсені ойындар, ойын деп сондай и шығармалар. Мында қызық нәрсе. Сосын тағы да білесіңдер ғой, бізде биология химияның ішіндегі бір тарауы болады ғой, биотехнологиялық қызық нәрсені, сонда біз сабақта, биология сабақта және химия сабақтың ішіндегі биотехнология туралы бізде тақырып болады. Мына жерде қызық нәрсені біз сендерге береміз ғой, қосымша баяндаманы алып келуге болады. Солай айтамыз ғой. Сол үшін мына жерге оқып, ауызша деп қызық нәрсені алып келуге болады, айтуға, жақсы бағаны, тек қана емес. Сол үшін мына жерде өте қызық нәрсе, мен бүгін келіп қарадым,
өмірі қалай болды, өте қызық жазылды, тоже оқу болады. Тағы да шахматы күн ойынды жақсы біледі, әжедегі кітапта жас шахматшы деп жазылыпты. Шахматы ойнайтын адамдар бар ма ортасында? Міне мына жерде әртүрлі ең бірінші гроссмейстер қызық, гроссмейстер кім болды? Сол үшін де қарауын оқу болады. Қазақша жазылып өте қызық. Елі оқыңдар балалар. Келесіңдер ма? Қарайсыңдар, мына жерде көп кітаптар, өте жаңа кітаптарды и баяғы шығарған кітаптарды елі оқу болады. Өте қызық. Кітап оқыған адам далада қалмайды. Далада Кітапқа құртқан уақыттарын ақталады. Түсінікті ма? Қазір біз Илья Ленинсонның «Занимательная химия для взрослых и детей» деген кітабынан бірнеше әңгімелерді оқитын боламыз. Сіздерге 15 минут уақыт береді. Содан кейін сол әңгімелерге сәйкес тапсырмалар орындаймыз. Ең бай не тіс болды. Ол бізге дизайнерлерге стена декоративный элементтерге керек деп ойлаймын. Және лазер ол таза природный цвет. Ол отағасыларда өте қымбат болған. Және бізге дизайнерлерге ол декоративный элементтерге керек деп ойлаймын. Ляпис-лазурь ол осындай тас, ол ляпис-лазурь алтынмен бағалы. Ол ежелгі 20 ғасыр бойы бұрын оны ежелгі адамдар дәуірде олар үңгірде салған суреттері бар. Ол суреттерде бұғы, жылқы және тағы да басқалар салынған. Осы ляпис-лазурь бұл формуламен анықталады. Бұл маған қызығушылық тудырды, себебі маған өте ұнады. Бұл тастың түсі, бұл біз мамандығымызға керек нәрсе деп есептеймін. Әңгіме ұнады. Все проблема болды деп табылады. Энергетикалық проблемалардың бірі осы бензиннің орнында бензиннің орнында біз алюминий қолдануды ұсынамыз. Алюминийдің жақсы жақтарына келсек, ол бензинге қарағанда 1 килограмм массасында энергияны көп бөледі және оны энергияға ауыстыру жеңілдеп. Алюминий энергияны өндіру үшін тек бізге галлий және су қажет. Осы алюминий галлий су реакциясының арқасында бізге көптеген энергия бөлінеді. Және алюминий арқылы біз зымырандарды ғашқа аламыз. Зымырандардан зымыранның топливаттың орнына алюминий қолдануға болады. Және Не себепті алюминий от ретінде электромагниттерді қолданады? Әңгімеден не істейсіңдер? Біз бензинді қазіргі таңда қолдануға Мамандығымызда алюминий сіздер мамандықтарыңыз. қоққалы. Сіздер не білесіздер қымбаттақты? Алюминийді өндіру қымбат екен. Әртүрлі құнынан болады. Осы елбасындағы алюминий сындарына Приборларда. Сөйтсек ол неде қолданады екен?
энергетикада ракета ұшыруға отын ретінде қолданылады екен. Ұлдар, қыздар түсінсін? Сосын әңгіменің орты сіздерді қызығушылықтарыңыз бар. Әңгіменің орты химия саласына пәніне қызығушылықтарыңыз бар ма? Кішкене? Неге ешкене? Ну, одан да қызықты әңгімелер ғой. Бұл бастамасы. Шапалақ ұрамыз. Баршаңызды бүгінгі инсайт кітап клубының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін көптеген ақпараттар алдыңыздар деген үміттеміз. Енді сіздердің жақсы жақтарыңыздан көреміз деген ойдамыз. Бүгінгі енді қорытындылауға келетін болсақ, диплом мамандығымыз және ғылым әлемі іс-шарасында көрсеткен қызығушылығы, шығармашылық көзқарасы және белсенді қатысқаны үшін РЭК 24-7 ГБ тобы марапатталады. Номинация бізде ерекше ықылас танытқан үшін жарқын шеше номинациясы бойынша Мұрат Аллажар марапатталады. Мамандығымыз және ғылым әлемі іс-шарасында әңгімелерді терең талқылаған үшін ең ойлы оқырман номинациясы бойынша Темірәлиева Евгения марапатталады. Кітапхана әрдайым сабақ уақытысында ашық болады ғой. Сондықтан да кітап оқитын шығармыз. Бүгін бір үлкен жақсы жаңа бастама басталып жатыр колледжімізде. Яғни сіздердің оқытушыларыңыз, міне Сайра Сылбекова, Жанбота Құдайбергенова сіздерге кітапхана клубын ашылады. Инсайт деген, иә? Енді білесіздер, инсайт деген ол бір ішкі дүниеден шыққан бір тұжырым деген сияқты, иә? Сондықтан да күнделікті осы кітапты оқу арқылы өздеріңізге миларыңызға, ақылдарыңызға бір азық қорек болатын дүниеден туындайтын нәрселерді шығарасыздар деген үміттемін. Осы ұстаздарға рахмет ретінде, яғни республикалық ғылыми тәжірибелік педагогикалық кітапхананың директоры алғыс хаттарын беріп жіберіпті, соны ұсынуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Анар Қуандыковна, оқуға құштар колледж, табысты колледж жобасы аясында білім алушылардың оқырмандық сауаттылығы мен сыни ойлауын арттыру мақсатында инсайт кітапхана клубының мамандығымыз және ғылым әлемі атты отырысын ұйымдастырып өткізуге ат салысқаныңыз үшін алғыс айтамын. Кітапхана директоры Алия Шыратовна Сайдимбаева.